Ассаламу алейкум, құрметті достар, сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Мен қазір қиыр батыс, дальний западта тұрмын. Біздің ауылда дальний деген жер бар. Өте керемет жер, бұлақтар міне. Мынау бұлақ қасында сиырлар, ауылдың сиырлары осы жерге жайылады. Ауылдан алыс емес, 3 километр ма, 4 километр ма қателепсем, 4-5 километр сияқты. Тек қана бір кемшілігі бар, бұл жердің көлеңкесі жоқ. Ағаштар, талдар жоқ. Мынау міне шілік дейтін болады. Бұта бұл ағаш емес, ешқандай. Көлеңкесі аз. Сиырларға аздау болады да. Сондықтан да ойлап қарадым, тек қана біздің ауылда осы жерде ғана ағаштар жоқ екен көбінесе. Қалған жерлерде бар. Егінді бұлақ, төле бұлақ, жыланды бұлақ деген сияқты. Көптеген жерлер, көптеген шаруашылықтарда бар екен да. Тек қана осы дальнейде жоқ екен. Сол мақсатта мен міне отырғызайын деп шештім мына ағаштарды. Бұл алмағаш аққайың. Алмағаш дедім ба, қателесем, бұл аққайың, алмағаш емес. Сол аққайыңды отырғызам деп шештім. Себебі аққайың, әлеуметтік желіден қарадым, аққайың осындай ылғалды жерді жақсы көреді екен. Мынау бұлақтың қасы, шоқысы осы дальнейдің аңғайлы жер. Міне көріп тұрсаңыздар, әлі ылғалы бар. Неше күннен бір жаңбыр жауып тұрғаннан кейін. Бірақ бір қорқынышты, бір қорқатын нәрсе, бір өкінішті нәрсе, бұл жаздың ортасы. Міне бүгін 4 шілде 2026 жыл. Негізінде бұны ерте көктемде еккен жақсы, отырғызған жақсы. Күн салқында, ауа райы қолайлы болады, күн ыссы бұларға жақпайды екен. Бірақ енді менің қолымнан келетін нәрсе осының өзін мен әрең дегенде қазып әкелдім. Ешқандай менде техника жоқ, ешқандай көлік жоқ, мотоциклмен әкеліп қазып отырғызайын деп жатырмын. Тек қана береке тілеп қойыңыздар, күш алып кетсін, бой алып кетсін. Бұл өте сауапты, пайдалы іс. Бұл рия үшін емес, Алла сақтасын, біреулер ойлауы мүмкін, мынау не істеп жатыр, мынау шамалы есі дұрыс па деп те айтады кейде қазақтар бізде. Бәрін күтуге болады да. Сондықтан да бұл нәрсе сауапты іс. Сондықтан да осы нәрселерді қолға алған жақсы. Ауылымыз көркейе беруіне де қазір осындай нәрселерді біз ұмытып жатырық, естен шығып кетіп жатыр. Ешкімді кінәламаймыз, ешкімді айыптауға кінәсі жоқ. Бірақ та біздер осындай нәрселерді қолға алуымыз керек. Мал, үй шаруасы бітпейді. Бәрі қалады нәрсе, осындай берекелі істер ғана, жақсылықтар ғана қалады артыңнан. Сондықтан да Алла сақтасын, бұл рия үшін емес. Рия жасайтын болсам мен көп контенттер түсіруге жатыр рия жасайтын кезде. Бұл мотивация ретінде, мүмкін осы видео арқылы жастар, мүмкін басқа ауылдың адамдары мотивациялар деген мақсатта түсіріп жатырмын. Қоршай алмайтын сияқтымын, себебі оған техника керек, көп нәрселер керек. Сондықтан да қолынан келетін нәрсе осы. Әркім өзінің қолынан келетін нәрсемен айналысса, ол да бір жақсылық деп ойлаймын. Енді бисмилля деп бастаймыз. Бір 10 шақты түп әкелдім. Оның ондай бой алып кеткендері де бар, кішкентайлары да бар, жасыл шөп сияқты. Енді тек қана аққайыңдар әкелгенім. Қалай болатынын көреміз. Өсіп кетсе жақсы болар еді. Тек қана кемшілігі осында, осы біздің дальний западтың кемшілігі осында. Көріп тұрсаңыздар, шөптері қалай міне. Биыл жаңбырлы болып тұр, Аллаға шүкір. Ешқандай Еуропа сияқты болып тұр қой, мына қара. Қою шөптер. Сондай әлі бір мамыр сияқты да әлі. Қарап отырсаңыз, шілде, маусым сияқты мына қараңыздар. Әлі сарғаймаған шөптер. Сондай керемет. Солай, құрметті достар. Міндетті түрде, егер аман болып жатса, салып отырамын. Қалай болып жатқан аптасына бір 2-3 күнде бір суарып кетіп тұрамын. Бұлақ қасында, міне, көріп тұрсаңыздар. Бұлақтың сылдыры естіліп жатыр. Ручеек лишь журчит, своим блеском луна все вокруг серебрит деп Есениннің өлеңін айтып жіберсем қалай болады екен сіздерге? Ручеек лишь журчит дейді. Солай, құрметті достар. Мүмкін біреулер күлетін шығар бұл нәрсеге, бірақ бұл күлетін нәрсе емес.
осындай мысал келтірейін сіздерге. Мына Бразилияда, Турцияда осы ерлі зайыптылар, үлкен кісілер ерлі зайыптылар 30-40 жылын арнаған екен да осындай. Бұндай жер емес, пустыня дейді ғой жаңағыдай. Пустыняны оазис қылған екен да, гүлдендірген сондай орман қылып. Сол сияқты біздер де жылдарымызды арнауымыз керек. Егер жемісін көргіміз келсе, әйтпесе біздер деген лезде егіп, лезде жемісін көргіміз келеді. Негізінде еңбек талап етеді бұл. Көп еңбек талап етеді, жігер талап етеді, шыдамдылық, төзімділікті талап етеді да. Солай, құрметті достар, сіздермен бірге Ауыл әлемі арнасы міндетті түрде арнама тіркеліңіздер. Видео ұнаған болса қолдаңыздар, комментарийға жазыңыздар өздеріңіздің ойларыңызды. Тағы не қосар едіңіздер, білім иелері, ғылым иелері болса, агрономиядан хабарлар болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен оқимын, жауап беремін сіздерге барынша. Алдынан мен отырғызып тастайын, ерте күнді кеш қылмай. Құрметті достар, отырғызып болдым міне. Мына жерде бір түп не аққайың, мына жерде бір түп не. Сосын мына жерде міне үшеу, мына жерде бар міне. Мына аққайың міне төртеу. Мына жерде енді бұл қателікпесте бір шілік қой. Шілікті де отырғызып тастадым. Мына жерге міне кішкентай шөп сияқты отырғыздым. Мына жерге де отырғыздым міне. Мынау міне. Енді ар жаққа алтауын ба отырғызып тадым. Оннан астам түп отырғыздым. Не болса да жақсы боялып кетсе жақсы болар еді. Міне бұлақтың қасына отырғыздым аққайың. Алла қаласа келіп енді суарып тұратын боламын. Солай. Біздің жерлер керемет қой. Мына Қазақстанның жерін қараңыздар.